Сәлеметсіздер ме, балалар? Отырыңыздар. Сұрақтар көргеніңіздер ғой? Қазір бізде қазақ тілі сабағы болады. Барлығымыз ортаға шығамыз. Балалар, біз көп сөз қабы сын есімдегі жатырмыз ғой. Сондықтан қазір есімдерің сіңге байланысты сөздер дайындасыңдар. Мысалы, рухты Рахима, мейірімді Мақсат, намусыз Занияр, адал Айлана, ілтипатты Мүжу. Жақсы, балалар, бүгінгі сұрақтарға сіздерге сәттілік деймін. Өздеріңіз жақсы 5 деген даға алыңыздар. Балалар, енді біз сіздермен қазір Мина деген ойын ойнаймыз. Бұл ойынның шарты қалай? Бұл ойынның шарты, мына қағаздағы жазған сөздерді мен тастаймын. Сіздер сол сөзге, ол сөз сын месін қандай деген сұраққа жауап береді. Қарама-қарсы, яғни қарама-қарсы сөздер ол антонимия, сол қарама-қарсы сөздерді тауып айту керексіздер. Ол үшін мен көздерімді байлаймын. Жақсы? Біріншіден келеді. Келеді. Данияр білсін, е? Міне көзді байлайды. Көрінбейді ешкімнен, е? Енді Даниярдың аяғынан не тастаймын? Мина тастаймын. Ал, Данияр. Ал. Жақсы. Минаға басты. Енді қағазын аша қой. Жақсы, жаман. Жақсы, жаман. Яғни жаман, е? Қарама-қарсы. Келе ғой. Келе ғой. Ал. Жеңіл ауыр. Дұрыс па балалар? Жақсы. Інжу келе ғой. Так. Ала қой біреу. Қайта қой. Ұзын қысқа. Ұзын қысқа. Дұрыс па балалар? Келе ғой. Мақсаттары. Миналарымыз бар екендерін деді. Ал. Ала қой. Ал. Жұмсақ, қатты. Жұмсақ, қатты. Дұрыс па балалар? Кімді ашады? Ошы, тұшы. Ашы, түші. Дұрыс па балалар? Келесі. Үнжі келі ғой. Мина басылды. Алыңыз. Ыстық, суық. Ыстық, суық. Дұрыс па балалар? Жақсы. Каролика бірлігіне болды сосын, не балалар? Айланы. Ала қой. ірі ұсақ, Әрі, ұсақ. Дұрыс па балалар? Қазір сіздерге мен бағалы парақтарын таратып деген. Міне бағалы парақтары өз аттарыңды жазыңдар есімдеріңді бүгінгі мына жерге. Ертең күндерін қоясыңдар. Бүгінгі күнді қойыңдар. Бүгін 28 ақпан. Енді балалар қараңдар. Біздің тақырып жол ережесін сақтайды деп аталады. Сондықтан бүгін бағалаймыз бағдаршаммен және қолпаштау әдісі. Жауаптар дұрыс болып отырса, жаңа біз қолпаштап тұттық, қолпаштап отырасыңдар. Және де мынадай қызыл ол өте жақсы деген баға, сары жақсы деген баға, жасыл орташа деген баға. Смайликтер, міне осы смайлик арқылы бағалау парақтарына не істеп отырсыздар? Сабақтың кезең-кезеңдері бағалап отырасыңдар. Жақсы ма балалар? Енді бүгінгі тақырыбымыз
сақтаймыз, тілдік бағдар сіңесін. Мақсатымыз тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіре алады және сын есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу керекпіз. Жақсы ма болды? Енді балалар, келесі үй жұмысын ойын ретінде не істейік? Ойын арқылы тексереміз. Міне ыстық орындық деп аталады. Қазір мына шляпаны киесіңдер. Содан кейін сұраққа жауап беріп отырсыңдар. Жақсы ма балалар? Бірінші кім шығады келе қойыңыз. Бірінші сұрақ. Отыра ғой. Бағдаршам дегеніміз не? Бағдаршам кешедегі қозғалысты реттеуге арналған құрал. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесіге айлана бара ғой. Айлана. Бағдаршамның түстері. Қызыл, жасыл, сары. Дұрыс па балалар? Келесі мақсат бара ғой. Мақсат. Көлік түрлерін атаңыз. Ауа, су, жер, жеңіл, жүк тасушы, қоғамдық. Қоғамдық көлік түрлері. Жақсы, қолдастырыңыз. Келесі Данияр бара ғой. Ал Данияр саған мынандай сұрақ. Су көліктерде не жатады? Ұшақ, тікұшақ, ракета. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Келесі Айлана бара ғой. Айлана. Әуе көлігінің қандай түрлері бар? Кеме, қайық, пароход. Пароход жақсы. Келесі інжу бара ғой. Так, інжу. Сіз құрлық көліктерін атаңыз. Троллейбус, автобус, самокат, велосипед, тағы да басқа. Тағы басқалар бар, не? Жақсы. Келесі Данияр бара ғой. Данияр, сізге мынандай сұрақ. Қандай көлік маркаларын білесіз? Ларус, Тойота, Ауди, Джип, Lexus деп Lexus и Лада. Тағы да басқа көптеген машиналар бар, иә? Жақсы. Бала, енді бағалау парақтарыңызға алыңыздар. Барлықтарыңыз өте жақсы жауап бердіңіздер. Өздеріңізді бағалаңыздар. Үй жұмысына өте жақсы деген смайликпен бағалауға болады. Бағаладыңыздар ма? Өте жақсы бала. Нинаға да қойыңдар. Дұрыс айтасың. Нинаны дұрыс. Яғни Антонемді дұрыс табыңыздар. Нинаға да қойыңыздар. Қыздар алыңыздар. Нинаға да қойыңыздар. Нина. Оған да жақсы таптыңдар. Үй жұмыстан яғни. Келесі тапсырма балалар. Қазір мәтінмен жұмыс істейміз. Мәтінмен жұмыс. Қазір сіздерге мен мәтін таратып беремін. Енді тақтаға қараймыз бала. Қандай сіздерге тапсырма беріледі? Тақтаға қараңдар. Мәтінді оқып, мәтінге сай тақырып қойыңыз. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. Яғни сендер мәтінге түсіне оқисыңдар, тақырып қоясыңдар, ойды аяқтайсыңдар. Содан кейін бір-бірлеріне осы мәтін бойынша сұрақ қоясыңдар. Ол сұрақ қойған мен саған, сен маған деген ойын жүргіземіз. Жақсы? Сондықтан қазір мұқият мәтінмен жұмыс істеңіздер. Ал бастаңыздар.
Мәтін оқып болдыңыз ғой. Енді бала бірінші мәтінге ат қоюы қандай ат қоюға болады? Жол қауіпсіздігі деп, иә? Тағы қалай? жол жүру ережесін сақтау. Тағы да қоюға болады. Мәтін бойынша қалай деп атауға болады. Ал идеясы қандай болады сонда? Идеясы қалай? Жол ережесін сақтау. Дұрыс, жол ережесін сақтау. Сен де айланы сен қалай? жол ережесін Яғни қызыл және сары, жасыл түстерді мына бағдаршамның сендер не істеу керексіздер? Білу керексіздер. Жолды үлкенде солай ғой, сол бойынша. Ал енді сұрақтарыңыз дайын ба? Дайын, иә. Енді ойынды бастаймыз. Сен маған, мен саған. Іншу, сен кімге қойдың келеді сұрағыңды? Айлана қойып. Жол көлік оқиғалары көбінесе күндер сақтамайды. әкем соңғы уақыттаны көбейтіп келе жатқандығын Яғни көп жол бұзушылықтары дейтін, иә? Айлана, сен кімге қойдың келеді өзің сұрағыңды? Інжуге ме қойып? Жылдамдықты арнайы бақылап отыратын не қойылды? Бағдаршам. Оқы. Сол сөйлемді оқы. Бағдаршам емес. Ойлан. Не қойылды? Тоғылды ма сен оқи ғой? Қалай ма? Оқыштағы сұрағыңды. Оқи ғой сұрағыңды. Оқыш. Жылдамдықты өлшейтін арнайы құрал. Жылдамдықты өлшейтін арнайы бейнебақылау. Дұрыс, бейнебақылау қойылды, иә? Жақсы. Данияр, мақсатқа қоясың, иә? Бағдаршамның қандай түсін жанғанын күтемін. Мен жолды өтер кезде бағдаршамның жасыл түсі жанғанын күтемін. Жақсы, дұрыс. Даниярға жүргізу куәлігін алмас бұғын не тапсыру керек? Жүргізушінің куәлігін алмас бұрын халыққа қызмет көрсету орталығына барып емтиханнан өту керек. Жарайды, жақсы бала. Енді сендер тақырыпты таптыңдар, мәтін бойынша идеясын таптыңдар, және сұрақ құрастырдыңдар, сұраққа жауап бердіңдер. Мәтінмен жұмыс істегенге өздеріңізді бағалап қойыңыздар. Өте жақсы, орташа деген бағаны. Мәтін оқуға. Енді бала, келесі біздің ойынымыз кім тапқыр деп аталады? Кім тапқыр? Қазір. Оқуға қойыңыз. Балалар, кім тапқыр деген ойында мен сіздерге қазір ол топтық жұмыс болады. Тұзды берем, лимонды берем, су деген сөзді берем, торт деген сөзді берем. Енді не істейсіңдер? Сәйкестендіресіңдер. Бұл жерде сын есіңдер бар, қандай деген сұраққа жауап беретін. Яғни тортқа қандай сөздер керек? Тұзға, суға және лимонға. Қандай тұз? Торт қандай? Лимон қандай? Лимон қандай? Қосуға болады бір-біріне. Айланаға көмектесіңдер. Айланаға көмектесеміз. Таптыңдар ма? Сен тортты қазір қорғайсың. Сен тұзды қорға.
Sudu qo'rg'aysan, limonni qo'rg'a. Endi bu yerda nima qoldi qo'y bolalar? Tag'dan saq degan qoldi. Bo'ldinglarmi? Jaraydi. Al, ilji o'qiy qo'yshi. Suv mo'ldar, tuzsiz, damsiz. Yaxshi, qo'l tashlab qo'yib qo'y. Tak, to'rt. Жұмсақ тәтті. Qo'l tashlab qo'y. Tak, aylana. Limon. Tak, sara deydi. Uzoq deydi. Tak, jaraydi, qo'l tashlab qo'y. Tuz qanday? Ақ, тұзды. Yaxshi. Endi hozir javoblarni qaranglar. Kimniki durust, kimniki durust. Tuzatuga bo'ladi. Yaxshi. Ya'ni tuz a, esa tuzdir. To'rt. Rumsaq katta.